Ассаламағалейкум, қадірменді қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Бүгін де күн тамаша болып тұр. Құдайға шүкір, қасиетті жұма күні күніміз нұрланып, таңымыз әдемі атып тұр. Сонымен қатар былай қарай шығып, жұмыстарыммен ары қарай кетіп бара жатсам, бір нәрселерді байқадым да. Жаңағы дүкендер, сон жаңағындай басқа да сауда орындары, сол жақтарда орысша жаңағындай жазылғанмен қоймай, одан басқа бір нәрсені байқадым. Мен бір байқағаным бар ғой, ағайындар. Мына орысша болсын, түрік не болсын, дүкендер болсын, жаңағындай асханалар болсын, сол жақта көбінесе сол ұлттың адамдары сол жаққа көп барады екен. Орыс кафе, міне парикмахер, қазір шаштарыңызды көрдім. Шаштарыңыз сол районда гүлдеп, өсіп, өркендеп жатыр. Сыртының бәрі орысша. Сыртының бәрі орысша, және келетін адамдар да орыстар. Содан кейін біздің қазақ бауырларымыз. Бірдеңе айтсам тағы да өзіме қарсы қойып алармын. Бірақ та ұлттық намыс төмен. Ұлттық намыс төмен, ұлттық патриотизм төмен, ұлтжандылық дейді. Сонымен айтайын деген бір нәрсе есіме келіп отыр. Мен бір тәтем айтып еді алдында. Осы Алматыда тұратын. Кезінде дейді 90-шы жылдары мына самал емес, Аль-Фараби, Жарокова бізде қайсысы болып саналады? Көктем самал ма? Қазір ол микроауданның атын ұмытып отырмын. Сол районда тұрғанымыз кезінде бір қазақ жігіті дүкен ашты дейді. Бір қазақ жігіті дүкен ашты дейді. Сол жерде сол жаққа барған кезде көретін дейді. Орыстар сол жерде сол кезде сол неге қазаққа біреуі де кірмей қойды дейді сонда. Біреуі де кірмей қойды, көрдіңіздер ме? Ал жаңағындай орыстар болсын, басқа ұлттардың ешқайсысы көп кірмей қойды дейді. Қазақтар аз ғой енді ол кезде қалада. Сол кезде сөйтіп жүрген кезде содан ана кісі біраз жұмыс істеп кішкене тұрды да, содан кейін ақыр жабылып қалды дейді, жабылып тынды дейді. Көрдіңіздер ме ағайын? Сондағы қарайсында бізде әлі де ұлттық рух, ұлттық сана сезім әлі төмен екен, содан көресіңдер. Ол өзімізге байланысты ағайын. Өзіміз намысқа тырысып, ұлттық рухымызды көтеріп, күшейтпесек, ол болмайды да. Ол ешқандай көтеріліске шығып керек жоқ, ағайын. Ешқандай көтеріліске шығып керек жоқ, ешкіммен ұрысып, таласып керек жоқ. 1941 жылы Америка Японияға, Хиросима, Нагасакиға атомный бомбасын тастай салған кезде олар не істеді? Олар жынданып, одан арман соғысқан жоқ. Олар сол жерден бір ұлт болып, бір халық болып жұмылып, жаңағы жерін бәрін тазалап, содан барып қайттан бәрін қалпына келтірген мемлекет. Не деген ұлтжандылық десеңізші, не деген патриоттық. Сонда ұйымшылдықты айтсаңызшы ағайын, ұйымшылдық, не деген ұйымшылдық. Сол кітаптарды оқысаңыздар, сонда жазылады. Япония халқы сол жерде бірігіп, ұйымдасып, сол жаңағы неден кейін болған, бомбалаудан кейін болған жерлерді бәрін тазалап, жаңадан үй салып, қазір 140-150 миллион халық болып отыр Япония. Оны ешқандай көтеріліске шығып, немесе біреумен ұрысып, айғайласып, таласып керек емес ағайын. Иншалла, әуелі Аллаға тәуекел ету керек та. Еліміз үшін, жеріміз үшін еңбек етуіміз керекпіз. Әркім өзінен бастаса жаман болмайды. Барған жерінде қазақша сөйле, барған жерінде қазақша жауап бер. Көрген адаммен қазақша сөйлес. Бол. Барлығы өзінен өзі соңғы қазақшаға келеді. Сол ағайын. Жұма қабыл болсын. Аллах тағала хайыр берекесін берсін бізге. Жақсы сау болыңыздар.